Мынау сіздердің сүйікті гарнирлеріңізге айналатын сөзсіз. Келіңіз, бүгін сіздермен қарапайым заттардан өте ерекше етіп дәмді тағам дайындауды көрсететін боламын. Бірінші, картоптарды турап аламыз, үй жағдайында пюре жасаймыз. Осындай тез пісу үшін ұсақтап турап, үстіне салқын су құйып, және біраз қасық толтырылған тұз саламыз. Яғни тұзымен бірге піскен картоп өте дәмді болып шығады. Енді келесі осылай тура видеодағыдай етіп, ұзынша, бірақ жұқа етіп, еті турап алу қажет. Мен бұл жерде сиырдың етін, жас малдың етін пайдаландым. Енді пиязды екі түрлі етіп тураймыз. Біріншісін ірі, ал екіншісін ұсақтау етіп, оны сіздер не үшін екендігін осы видео барысында көретін боласыздар. Соңғы уақытта мен үшін ең дәмді пайдалы гарнирлердің біріне айналған осы брокколиді пайдаланамын. Брокколидің езбесін өзін пісіріп кете беремін. Осы видеодағыдай бөліктерге бөліп аламыз. Үлкендері болса, екі бөлікке бөлесіз. Қазанға гхи немесе осыны 82% сармайды саламыз, және осыған жаңағы етімізді қуыратын боламыз. Өте дәмді шығады. Обычный кәдімгі өсімдік майына қарағанда осындай сармайға піскен ет өте дәмді шығады. Картопымыз да пісіп шықты. Баяу отқа қалдырасыз. Картоп піскен кетен бір 10-15 минут шамасында. Одан кейін жаңағы суы тартылғаннан кейін, өзінің еттің сөлі тартылғаннан кейін ұсақтап туралған пиязды қосасыз, және кішкене томат басасыз немесе қызанақ қосып жіберіп жақсылап араластырыңыз. Енді бұл кішкене етіңізге жақсы түс береді. Мынау пияздың өзінде сөлі тартылғаннан кейін соңында қараңыздар, майдың өзі ғана қалды. Әдейі жақындатып көрсетіп жатырмын. Осы кезде бір қасық ұн қосып жібересіз. Одан кейін жақсылап осы ұнмен бірге араластырып, үстіне су құясыз. Сол кезде ғана сізде жаңағыдай бір келкі сочный гарнирден бұрын ұндарыңыз бірінші кезекте іртік болып қалмай әдемі болып тұрады. Қараңыздар, сорпасын көрдіңіздер ме? Суының өзін сондай әдемі түс беріп тұрады. Және баяу отта 20 минутқа қалдырасыз. Енді осы кезекте піскен картопымыздың суынан ажыратып аламыз, суын төгіп тастайсыз. Осы ыстық күйінде жаңағы сармай мен қара бұрышты қосып жақсылап езіп жіберсеңіз, дәмі бірденнен үйлесетін болады және жақсы еріген болады. Мен тұз қосқан жоқпын, өйткені дәмін көргеннен тұзы бір қалыпты болды. Егер жаңағыда тұз аз болса, қосып жібере бересіздер. Менде 20 минут ет тұрды, бұқтырылды, әдем болып. Енді осының үстіне жаңағы ірі туралған пиязды қосамыз. Мен пияз қосым. Осы пияздың орнында жаңағыдай көк болгарский, қызыл болгарский болмаса, пиязбен орын алмаса жесеңіз болады, және өте дәмді шығады. Ал мына жерде брокколи үшін соус дайындап жатырмын. Соевой соус, қайнатылған су, балды қосып, жақсылап араластырамыз. Жаңағыдай күнжіт қосып жіберсеңіздер де болады. Енді ол әркім өзінің ұнатуына байланысты. Енді қайнап тұрған суға жаңағы тұзды саламыз. Осының үстіне брокколи саламыз. Брокколи деген қайнап тұрған суда 3 минут болу керек. Мына су қайнайды, одан кейін тағы 3 минут күтесіздер. Ішінде одан кейін ғана сүзіп ала бересіздер. Бұл ең соңында ғана дайындалатын нәрсе. Көбісі брокколиді таңғы асқа жеп жатады, өйткені бұл антиоксиданттарға өте бай, С витаминіне өте бай. Бұны көбісі жаңағыдай ұната бермейді, бірақ өте қателесесіздер. Ал алғашқы уақыттарда брокколиді жақсы көру үшін осындай соус дайындаңыздар. Соевой соус немесе терияки соус, қандай да бір ұнататын соустарыңызға бір мал басаңыздар, араластырып жіберсеңіздер, енді дәмі өте керемет болады. Міне біздің етіміз де пісіп шықты. Пиязды қатты езілдіре жібермеу қажет. Сол үшін 7-8 минут деп айттым. Осы шанышқының көмегімен тексерсеңіздер болады. Енді тарелкемізге әдемілеп орналастырып, дастарханға ұсына бересіздер. Бұл негізінде әрқайсысын жеке-жеке осылай пісірсеңіздер, тағам өте дәмді болады. Парақшаға жазылып қойып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, себебі менің каналымда өте қызықты рецептер көп және алдағы уақытта да болады.